Сәлеметсіздер ме? Менің өмірімде оқығанмын ең тартымды әдеби шығармалардың бірі Илья Ильфтің және Евгений Петровтың «Бір қабатты Америка» кітабы. Осы кітап туралы бір ең қызықты дерек бар. Бұл кітап көп американдық өмірдің жақсы жағындар туралы айтады. Қайтсе де осы шығарма Советтік одағында 1937 жылда жарияланған болды. Михаил Зощенко бұл кітап туралы орынды жақсы пікір айтқан. Кітаптың бітінде авторлар бүкіл Америкада жолдар жақсы, қонақ үйлерде төсек орындар таза, бәрі асханаларда улану мүмкін емес деп сендіреді. Бұл әсемдіктер 1930 жылдарының ұлы депрессияның дәуірде болды. Бір қызығы, Ильф мен Петров американдық мектептерді олардың жабдықталуы үшін мадақтайды. Күтілгендей, авторлар ипотека несиелер және денсаулық сақтау жүйесі сынайды. Ильфтің және Петровтың пікірінде американдық дәрігерлер пациенттерге тонайды. Кейбір кітаптан деректер ақшы үшін ескірген, бірақ олар тәуелсіз мемлекеттер достастығында өмір сияқты қиындықтар туралы. Неге мен осы бейнем түсіремін? Соның ішінде себебі терең советтік дәуірде басты шығармалар цензураға ұшырған, бірақ социализмге терең сенушілер авторлар олардың идеологиялық қарсы пікір білдірушілерді қадірлеген. Басқа жақтың жақсы жақтарын байқап қалған. Заманауи насихат ток-шоу эфирінің көп қатысушыларға қарсы пікір білдірушілерге құрмет жоқ. Менде әсер алады.